Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін маған осы ою ойып бер деп тапсырыспенен бір кісі несін әкеп беріп еді, материалдарын. Мен сол оюды ойдым. Қазір осыны дұрыстап мына көрпешенің материалына салып, сосын осыны жапсырып, зигзагпенен тігеміз. Бұл бүтін ою, сырмақтың оюы деп те айтады. Міне бүтін, ешқандай неменесі жоқ. Екі қос жүрек сияқты осылай бір-біріне келіп тұрады. Мындай жағы осылай міне. Ешқандай артық несі жоқ. Өте тамаша ою. Байқасқан. Каналыма тіркеліп маған лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Тіркеліп қарап үйреніп отырыңыздар. Осының қалай сызылуын, қалай ойылуын барлығын мен сіздерге бөлісетін боламын сіздермен. Зигзагпен осылай тігіп отырамыз. Мына жіпті осылай салып отырып, міне жылжытып тігіп отырамыз. Біз міне жерді былай тігіп алып отырғанымыз, мына оюымыз жылжып кетпес үшін. Осыменен жалғастырып тіге бересіздер біткенше. Болды. Көрермендер, жаңағы біз оюымызды жапсырып алған оюларымызды міне осындай мынандай зер жіппенен тігіп жатырмыз. Оны мына тұтас, астыңғы жағы тұтас болғандықтан төр көрпеміздің біз мына шетін ақырындап, екі жақ шетін бүгіп алып отырамыз. Мынандай зер жіпті машинаның зигзаг тігісінің астына осылай қойып отырып тігеміз. Міне мен жаңағы жапсырып алған оюларымды осы мына зер жіпті салып отырып зигзаг тігісіменен машинаның барлығын тігіп шықтым. Бұл осындай төр көрпе болып шықты. Екіншісінде былай тігіп бітіріп астарлап шықтым. Міне астарлап қойдым. Бұны дағы зигзагпенен барлығын бітірдім. Бұның астындағы материалы бүтеу, ешқандай құрақ жоқ. Ұзын 2 метрлік төр көрпе. Осындай өте әдемі болып шықты зигзагпенен. Бұл зигзагпен тіккенде мына зер жіптің орнына басқадай тоқыманың басқа жіптерінде салып тігуге болады. Жиек ретінде шет-шетіне. Осымен мен бүгінгі істеген ісім көрпешелерімді бітірдім. Сіздерге ұнаса комментария жазып, лайк басып, мен каналыма тіркеліп отырыңыздар.